Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұртана. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге өте дамды күзгі балға пирог пісіретін боламыз. Осы рецептті міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де біз рецептімізді бастаймыз. Оған керек заттар міне осы жерде. Ал ендеше бастаймыз. Ең бірінші ыдысымызға 5 жұмыртқаны салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксердің жай жылдамдығынан қатты жылдамдығына дейін айналдырсаңыздар болады. Одан соң барып 1 пиала қант саламыз. Және де қатты жақсылап аппақ болғанша миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін майонез саламыз. Майонезді көбірек қоссаңыздар, жақсы көтеріліп шығады. Одан кейін қайттан миксерлейміз. Одан соң барып біздегі разрыхлитель және де краситель қолданамыз. Разрыхлитель мен краситель не үшін керек? Разрыхлитель бізде пирогтың өте жақсы болып көтерілуіне көмектеседі, ал краситель болса бізге сары түс береді. Мен сары түсін алдым, сап-сары болып шығу үшін. Ал сіздер қызыл, басқа да түстерін алып қосуларыңызға болады, өте әдемі болады. Ол өз фантазияларыңызға байланысты. Және де ұн саламыз. Ұнды өз қалаларыңызша қою болғанша саласыздар. Және пергамент төсесеңіздер болады, немесе мен секілді майласаңыздар да болады. 180 градуста 35 минут көлемде пісіріп аласыздар және сәндейміз. Оны өз фантазияларыңызға байланысты десеңіздер болады. Сіздерге рецепт ұнағанына сенімдімін. Сау болыңыз.